Алмаз Кишкенбаев шығармашылық тайм-ауттан кейін өнерін қайта жандандырмақ. Бірінші орынға әрдайым отбасылық өмірді қоятын әнші осы уақыт аралығында жаңа әндер жазып жүріпті. Енді жаңа бейнебаян түсірудің де сәті түсті. Музыкалық видео еркеле әніне түсіріледі. Бейнебаян өте көңілді болып шығады деп сендірді Алмаз мырза. Мен басты кейіпкерге ғашық боламын, бірақ ол маған көңіл аударғысы келмейді. Бірақ соңында енді кез келген жалпы махаббат оқиғасында хэппи-эндпен аяқталады ғой. Бейнебаянның режиссері міндетін қазақстандық әртістерге бірталай видеотуынды түсіріп тастаған украиналық маман Радислав Лукин атқарды. Оның айтуы бойынша жарқын локациялар еркеле әнінің сәнін келтірмек. Ал сюжеттің өзі де қызықты оқиғаларға толы болмақ дейді ол. Сюжетная линия... Сюжет махаббат туралы болғандықтан Алмаз ұнатқан бойжеткеннің көңілін тапқысы келеді. Тортта гүлде тарту етуге тырысады. Басында кейіпкер қыз оны менсінбегендей болады. Алайда шын мәнінде ол боянбай, сәнденбей жігіттің алдына келуге жүрексінеді. Виалем классик топтарына продюсерлік еткен Алмаз енді тек жеке шығармашылығымен айналыспақ. Мұның себебі өз шығармашылығым кішкене тоқтап қалғандай деп отыр. Мен бұдан былай продюсерлік жұмыспен айналыспаймын. Өзімнің творчествома көбірек көңіл бөлетін боламын. Себебі ол өзімнің творчеством тоқтап қалды, сол себеп. Алмаз Кишкенбаевтың үнтаспа шығарарлықтай талай әндері жиналып қалған, алайда интернеттің дамыған заманында тыңдармандар әнді жүктей салады. Осыған орай үнтаспадан гөрі интернет нұсқада әндерімді ғаламтор желісінен табуға болатындай шығарсам ба деген ойда жүр Алмаз. Мұны да уақыт көрсетер. Әзірше Алмаздың еркеле атты бейнебаянын жаздың алғашқы күндері күтетін боламыз.